жанаты жетісу, аспанмен таласқан заңғар таулар мен ақбас шыңдар, сонау мұздықтардан бастау алып, сарқырай ағып, тастан тасқа секіріп иректеліп өрнектелген жеті өзен, қыз жанарындай мөлдіреген тұп-тұнық көлдер, көкке ұмтылған найзадай қадалған қарағайлы орман мен жап-жасыл желек. Жер жанаты Жетісу облысы. Қасиетті Жетісу жерінің қойнауы шежіре мен тарихқа тұнып тұр. Әркімнің туған жері Мысыр шаһары демекші, менің туған жерім Жетісу облысында орналасқан, айналасы талмен көмкерілген әсем қала Талдықорған қаласы. Туған жерімнің жер-су атауларына байланысты көптеген аңыздар бар. Соның бірі Балқа-Жалакөл ойыстың оңтүстігінде Жетісу алатауының жотасында орналасқан Ешкөлмес тауының атауына тоқталып өтейін. Баяғыда бір қойшы мал бағып жүріп, буаз ешкісін жоғалтып алады. Буаз ешкіні әбден іздейді, бірақ таппаған соң ит құсқа жем болған шығар деп жорамалдайды. Содан күн суытып, қыс келеді. Қыс өтіп, көктемнің жайма шуақ күндері де жақындайды. Малшы қайта тауға шығып, малын бағып жүрген сәтте, баяғы ешкісі екі лағын ертіп келген дейді. Ешкөлмес жотасының күнгейін қыстап, қорек көрген ешкілер қыстан аман есен шығып, төлденіп өсіп өнген екен. Оны көрген халық қақаған аяз бен жұттан ешкі өлмей қыстап шығатын, ешкі өлмейтін жер деп атап кеткен. Содан бері Ешкөлмес тауы атанған екен. Жетісу алатауының қора шатқалындағы Бұрханбұлақ орталық Азияның ең биік сарқырамасы. Биіктігі 120 метр. Сарқырама атауының шығуы осы жердің киелілігі туралы айтады. Бұрхан бұл кездері шатқалда Будда бейнесі болған, ал бұлақ бұл бастау не қайнар. Ғасырлар бойы монахпен жасалған Будда мүсіні осы жердегілердің бірінде сыр шертіп жатқан болар. Сарқырама жайлы аңыз бар. Бұрхан анасының жалғыз ұлы болады. Анасы оны өте қатты жақсы көреді. Және Бұрхан үйге сыпайы жақсы қыз алып келеді деп армандады. Бірақ Бұрхан өте намысшыл, асқақ қораны сүйіп қалады. Баласының таңдауына наразы болған ана ұлын сол махаббаттан алшақтатуды ойлады да өте үлкен сарай салып, ұлын сол жерге қамап қойды. Бірақ Бұрханның махаббаты өте күшті болғандықтан, ол қамаудан босап шығып, өзінің суларын әдемі қорамен түйістірді. Сол уақыттан бері олар бірге ағады. Ал Бұрханның анасы өзінің ұлын көп жылдар бойы жоқтаумен болды. Бұрханбұлақ сарқырамасының маңында ананың көз жасы деген бұлақ бар. Сарқырама Қаратал өзеніне ұласып, Жетісу өзендерінің бірі болып Балқаш көліне құяды. Міне, кіндік қаным тамған жер жанаты Жетісу, жер қойнауы аңыз бен шежіреге толы, қасиетті де киелі мекен.